Мұсылмандар үшін адам баласын жаратқан, оны шексіз нығметтерге бөлеген, өмір сыйлаған, және уақыты келген сәтте оны қайта алып мәңгілік өмірге жетектейтін құдіретті, шебер Алладан басқа құлшылыққа лайық ешкім жоқ. Құдіретті Алла құлдарына намаз оқу керектігі жайында Құранда ашық ескерткен. Анкабут сүресінің 45-ші аятында: «Уа Мұхаммед, өзіңе кітаптан уахи етілгенді оқып, өзгелерге жеткіз, және намазды кемеліне жеткізіп оқы. Өйткені намаз адам баласын арсыздықтан һәм жамандық атаулыдан, яғни теріс қылықтардан тыяды. Ал Алланы үнемі жүрекпен, тілмен һәм іс жүзінде еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры. Алла сендердің не істеп жүргендеріңді толық біледі делінсе, тағы бір аятта: «Уа иман келтіргендер, бастарыңа қандай да бір қайғы қасірет немесе ауыртпалық түскенде сабыр ету әрі намаз оқу арқылы Алладан жәрдем сұраңдар» делінген. Бұл Бақара сүресінің 153-ші аяты. Құлды өз жаратушысына жақындатудың бірден-бір тура жолы болып табылатын намаз басқа құлшылық түрлерінің бүкіл мәні мен негізгі тұстарын қамтиды. Ал намаздың күн сайын белгілі бір уақыт аралықтарында тұрақты қайталанып тұруы дінге қуат беріп, оған қолдау көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде құлшылық етудің мәнін намаз діннің тірегі деген сөздермен баса көрсетеді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам осындай қысқа да нұсқа сөздері мәселенің аражігін ажыратып, тайға таңба басқандай айқындап береді. Намаз оқымайтын адам күнделікті тәндік және рухани азығынан айырылып қана қоймай, Алланың алдында күнәһар болып саналады. Өйткені ол өзіне бұйырылғанды орындамай, өз жаратушысымен рухани байланысты үзген болып есептеледі. Басқаша жағынан алғанда, уақытында орындалмаған намаздар адамға қарыз болып жазылады. Мұндай жағдайда өткізіп алған намазының қазасын өтеуі тиіс. Бұған Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам: «Егер кімде-кім ұйықтап қалып немесе ұмытып намазын өткізіп алса, оқи алмаған намазын есіне түскен кезде өтесін» дегені дәлел. Сонымен қатар, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ақыретте адамдар ең алдымен намазына жауап беретін болады деп те айтқаны бар. Олай болса, шариғат бойынша намазды орындау күллі мұсылманның парызы болып табылатын теңдессіз құлшылықтың түрі. Ақыл есі толық мұсылман адам оған немқұрайлылықпен қарамауы тиіс. Тақырып пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.